Ұйқы алдында тыңдайтын хадистер. Адам баласы күн бойы түрлі күй кешеді. Бірде қуанады, бірде уайымдайды, бірде шаршайды. Күннің соңында жүрек тыныштықты қалайды. Ұйқы тек дененің демалысы емес, ол жанның да тынығуы. Сол себепті ұйқы алдында айтылған әрбір сөз, тыңдалған әрбір ой жүрекке ерекше әсер етеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың сәлемі болсын бізге ұйқыға жатар алдында не істеу керектігін, қалай тыныш ұйықтау керектігін үйретіп кеткен. Оның әрбір хадисі тек сөз емес, өмірлік бағыт. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын айтқан. Кім ұйықтар алдында Алланы еске алса, оның жаны тыныштық табады. Бұл хадис бізге қарапайым, бірақ өте маңызды нәрсені түсіндіреді. Күн бойы біз түрлі нәрселер туралы ойлаймыз. Кейде уайым, кейде қорқыныш, кейде өкініш. Бірақ ұйқы алдында Алланы еске алу сол ауыр ойлардың бәрін жеңілдетеді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын былай деген. Жүректер тек Алланы еске алумен тынышталады. Адам кейде неге мазасыз екенін түсінбей қалады. Барлығы бар сияқты, бірақ ішкі тыныштық жоқ. Себебі жүрек өзінің Раббысын ұмытқан кезде бос қалады. Ал ұйқы алдында Алланы еске алу сол бос орынды толтырады. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын ұйықтар алдында дәрет алып жататын болған. Бұл да бізге үлкен үлгі. Себебі дәрет тек тазалық емес, ол рухани тазалық. Таза күйде ұйықтаған адамның ұйқысы да берекелі болады. Хадисте айтылған. Кім дәретпен ұйықтаса, оның жанында періште болады. Бұл сөздің өзі адамның жүрегіне тыныштық береді. Сен ұйықтап жатсаң да, Алла сені қорғайды дегенді білдіреді. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын былай деген. Ұйықтар алдында бисмилля деп айт. Бұл қарапайым сөз, бірақ оның мағынасы өте терең. Адам кез келген істі Алланың атымен бастаса, сол ісінде береке болады. Ұйқы да соның бірі. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын ұйқы алдында оң жағына жатып ұйықтаған. Бұл да сүннет. Оның ішінде үлкен даналық бар. Себебі бұл адамның жүрегіне жеңіл, денесіне пайдалы. Тағы бір хадисте былай делінген. Кім ұйықтар алдында кешірім сұраса, оның күнәлары кешіріледі. Адам баласы күнәсіз емес. Әр күн сайын қателесеміз. Бірақ ең маңыздысы сол қателікті түсініп Алладан кешірім сұрау. Ұйқы алдында айтылған тәубе жүректі жеңілдетеді. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын былай деген. Алладан кешірім сұраған адам күнә жасамағандай болады. Бұл хадис үміт береді. Қанша қателік жасасаң да, Алладан үмітіңді үзбеу керек. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз айтқан. Жақсы сөз садақа. Ұйқы алдында жақсы сөз айту, жақсы ойлау, бұл да садақа. Өзіңе де, өзгеге де жақсылық тілеу жүректі тазартады. Адам кейде ұйықтай алмайды. Ойлар мазалайды. Осындай кезде Алланы еске алу ең жақсы шешім. Себебі жүрек тыныштықты тек сол арқылы табады. Пайғамбарымыз ұйқы алдында арнайы дұғалар оқыған. Сол дұғалар адамның жанын тыныштандырады. Себебі ол сөздерде Аллаға толық сенім бар. Тағы бір хадисте былай делінген. Кім Аллаға тәуекел етсе, Алла оған жеткілікті. Бұл сөз адамның барлық қорқынышын жояды. Себебі сен жалғыз емессің. Ұйқы алдында өткен күнді еске алуда маңызды. Не істедің, кімге жақсылық жасадың, қай жерде қателестің бәрін ой елегінен өткізу. Бұл адамның өзін тәрбиелеуіне көмектеседі. Пайғамбарымыз әрдайым сабырлы болған. Ол бізге де сабырлы болуды үйретті. Хадисте айтылған. Сабыр иманның жартысы. Егер адам сабыр етсе, оның жүрегі тыныш болады. Ал сабыр түнде де, күндіз де керек. Тағы бір хадисте. Күшті адам ашуын жеңген адам. Ұйқы алдында ашуды ұмыту керек. Кім ренжітсе де кешіру керек. Себебі кешірім жүректі жеңілдетеді. Пайғамбарымыз адамдарға мейірімді болуды үйретті. Мейірімдіге Алла мейірім етеді. Сондықтан ұйқы алдында барлық адамға жақсылық тілеу үлкен сауап. Адам өмірінде бәрі уақытша. Қиындық та қуаныш та өтеді. Бірақ Аллаға деген сенім мәңгі.
Ұйқы алдында осыны түсіну жүректі тыныштандырады. Тағы бір хадисте: дүние өткінші. Бұл сөз бізге уайымның бәрі уақытша екенін еске салады. Ұйқы кішкентай өлім сияқты. Сондықтан ұйқы алдында жүректі тазарту өте маңызды. Кімге ренжідің кешір, кімге қарызсың ойлан, кімге жақсылық жасадың шүкір ет. Пайғамбарымыз әрқашан шүкір ететін. Шүкір еткен адамның нығметі артады. Ұйқы алдында шүкір айту жүрекке қуаныш береді. Тағы бір хадисте: Алла сендердің жүректеріңе қарайды. Сыртқы көрініс емес, ішкі дүниең маңызды. Сондықтан ұйқы алдында жүректі тазарту керек. Пайғамбарымыз қарапайым өмір сүрді. Ол бізге де қарапайым болуды үйретті. Себебі қарапайым адам тыныш адам. Ұйқы алдында телефонды емес, жүректі тыңдау керек. Себебі нағыз тыныштық іште. Тағы бір хадисте: жақсылық жасаудан шаршама. Күн бойы шаршасаң да, жақсылық жасауды тоқтатпа. Бұл жүректі тірілтеді. Ұйқы алдында Аллаға дұға жасау ең әдемі сәттердің бірі. Себебі ол кезде жүрек ашық болады. Пайғамбарымыз былай деген: дұға құлшылықтың өзегі. Сондықтан ұйқы алдында дұға жасауды ұмытпа. Адам кейде жалғыздықты сезінеді. Бірақ Алла әрқашан жанында. Осыны түсінген адам ешқашан қорықпайды. Тағы бір хадисте: Алла құлына оның ойына қарай жауап береді. Сондықтан жақсы ойла, жақсы күт. Ұйқы алдында жақсы оймен жату жақсы өмірдің бастамасы. Жүрек тыныш болса, ұйқыда тәтті болады. Ал жүрек Алламен болса, өмірде жеңіл болады.